Саламатсыздар ма, балалар? Менің есімім Солтиева Ардақ Шакенқызы. Кәсіби қызметтегі құқықтық реттеу пәні. Сабақтың тақырыбы еңбек шарты. Сабақтың мақсаты білім алушыларды Қазақстан Республикасындағы еңбек шартымен таныстыру, яғни еңбек шартын қалай жасау, өзгерту, тоқтату, және де жұмысшы және қызметкердің өзіндік құқықтары, міндеттері, еңбек ақы, осы туралы сіздерді түсіндіру болып табылады. Еңбек дегеніміз не? Еңбек дегеніміз адам өміріндегі рухани және материалдық құндылықтарды қоғамдық зерттеу нысаны болып табылады. Еңбек шарты дегеніміз не? Еңбек шарты дегеніміз қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы өзара шарттық байланыс. Еңбек шарты екі данада жасалынады. Бірі қызметкерде қалады, екіншісі жұмыс берушіде қалады. Шарт бойынша қызметкер өзіне берілген жұмысты тәртіпке байланысты жұмысын орындау, ал жұмыс беруші тәртіп бойынша жаңағы жалақысын дер кезінде және толықтай көлемде төлеп беруге міндеттенеді. Яғни қызметкердің де міндеті берілген тәртібіне байланысты жұмыс істеу болып табылады. Еңбек шартын жасау кезінде құқықтар мен міндеттер теңдігін бұзылған жағдайда жұмыс беруші жауапты болып табылады және құқықтар мен міндеттер теңдігін бұзу жағдайына тыйым салынады. Еңбек шарты 16 жастан басталады. 14 жастан асқан тұлғаларға еңбек шарты жасалынады. Ол қандай кезде? Егерде ата-ананың келісімімен 14 жастан асқан тұлғаларға денсаулығына қауіпті емес және де сабақтан тыс уақытта жасалынады екен. 14 жасқа толмаған тұлғаларға да жасалынады. Ол қандай жағдайда? Мысалы, бала киноға түсуі немесе жаңа концерт бағдарламаларға қатысуына байланысты еңбек шарты ата-ананың келісімімен жазбаша түрде жасалынады. Сондай-ақ жұмыс берушінің де және қызметкердің де өзіндік құқығы және міндеті болады екен. Жұмыс берушінің құқығы қандай? Жұмыс берушінің құқығы жұмысқа қабылдар кезінде қызметкерді тәртіпке бағындыру талабын сақтау және де жұмысқа қабылдар кезде арнайы құжаттарды талап ету, сынақ мерзімін белгілеу, ішкі тексеріс жүргізу, қызметкерді техникалық қауіпсіздік ережесімен таныстыру және техникалық құрал жабдықтармен, аспаптармен қамтамасыз ету болып табылады. Және біліктілігіне қарай оны көтермелеу, қосымша жәрдемақылармен, әлеуметтік жәрдемақылармен қамтамасыз ету, демалдыруға, яғни ол құқығы және міндеті бар. Сондай-ақ қызметкердің де өзінде құқығы және міндеті бар. Қызметкердің құқығы және міндеті біріншіден жұмыс берушінің талабына сәйкес жұмысын орындау. Екіншіден біліктілігін көтеру арқылы өзін еңбек ақысын және дер кезінде төлетіп алуға, демалуға, өз құқығын және денсаулығын сақтауға, мысалы, ұжымдық даулар туындап жатса, арнайы комиссияға жүгінуге және де сотқа жүгінуге болады. Мысалы, өзінің еңбегіне негізсіз айып тағылса, ішкі тексеріс жүргізуге, талап етуге оның құқығы және міндеті бар екен. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек шартында жұмыс күні деген бар. Жұмыс күні дегеніміз не? Жұмыс күні дегеніміз қызметкер жұмыс берушіге, яғни жұмыс істейтін уақытын айтамыз. Жұмыс істеу уақыты және демалыс уақыты деген бар. Яғни жұмыс уақытының түрі 3 түрден болады. Қалыпты жұмыс уақыты, қысқартылған жұмыс уақыты және түнгі жұмыс уақыты деп айтылады. Қалыпты жұмыс уақыты дегеніміз күніне 8 сағат, аптасына 40 сағат жұмыс уақыты болып белгіленеді. Ал жас ерекшелігіне байланысты 14-16 жас аралығында жұмыс уақыты аптасына 24 сағат, күніне 4 сағат. Ал 16-18 жас аралығындағы тұлғаларға аптасына 36 сағат, күніне 6 сағат болып белгіленеді екен. Ал 18-ден асқан тұлғаға аптасына 40 сағат, күніне 8 сағат жұмыс уақыты белгіленеді. Қысқартылған жұмыс уақыты дегеніміз қандай адамдарға беріледі? Ол 3 жасқа дейінгі баласы бар аналарға және денсаулығы жарамайтын анықтамасы бар адамдарға беріледі екен қысқартылған жұмыс күні. Бірақ та еңбек ақы толық сақталады. Одан кейінгі түрі түнгі уақыт. Түнгі уақыт дегеніміз түнгі 22:00-ден таңғы 6-ға дейінгі уақытты түнгі уақыт деп
жұмыс уақыты деп есептейміз. Түнгі уақытқа қандай адамдар жіберілмейді? Біріншіден, 18-ге толмаған тұлғалар, екіншіден, жүкті әйелдер, үшіншіден, денсаулығы нашар адамдар, яғни мысалы анықтамасы болу керек, медициналық анықтамасы. Төртіншіден, 16 жасқа дейінгі мүгедек балалары бар аналар және ата-аналар, яғни түнгі уақытқа жіберуге тыйым салынады екен. Сондай-ақ демалыс уақыты дегеніміз бар. Демалыс уақыты дегеніміз, яғни күндік, айлық және жылдық болып бөлінеді. Күндік демалыс дегеніміз, мысалы, бүгінгі демалыс күніміз бен ертеңгі жұмысқа дейінгі уақытымызды біз күндік демалыс уақыты деп есептейміз. Сонымен бірге үзіліс уақыты болады. Мысалы, әр мекеме өзі шешеді. Яғни 1 сағат беру мүмкін, 2 сағат беру мүмкін, немесе жарты сағат беру мүмкін. Бұны біз үзіліс уақыты деп атайды екенбіз. Еңбек шартында сынақ мерзімі белгіленеді. Сынақ мерзімі 3 айдан аспау керек екен. Еңбек ақы дегеніміз не? Еңбек ақы дегеніміз жұмысшы мен қызметкерге мекемеден, кәсіпорыннан берілетін сый ақы, яғни жұмысына қарай, біліктілігіне қарай, істеген сапасына қарай, санына қарай еңбек ақыны белгілейді екенбіз. Еңбек шартының өзіндік үлгісі болады. Еңбек шартында үлгісі қызметкер мен жұмыс берушінің деректемелер жазылады, яғни жұмыс берушінің аты жөні және мекеменің аты жөні, одан кейін қызметкердің аты жөні және жұмыс уақыты, жұмыс мерзімі, еңбек ақы және де жеңілдіктер мен артықшылықтар жазылады екен еңбек шартының үлгісіне. Еңбек шартының үлгісін толық оқып болғаннан кейін мұқият оқу керек және екі тараптың да қол қоюымен куәландырылады екен. Жеке еңбек шартын қызметкердің бастамасымен бұзу қандай жағдайда болады? Мысалы, жеке еңбек шартын қызметкер өзі жұмыстан босанғысы келгенге уақытта, яғни 1 ай бұрын ескерту жасайды екен. Неге? Өйткені орнына жаңа қызметкер табу керек болады. Сондай-ақ жұмыс берушінің де бастамасымен еңбек шартын бұзады. Ол қандай жағдайда? Мысалы, жұмысқа масаң түрде келу, нашақорлық заттарды пайдалану және де мемлекет белгілеген құнды заттарды ұрлау жағдайында еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасымен бұзылады екен. Еңбек шартын тоқтату қандай жағдайда болады? Еңбек шартын тоқтату, мысалы, адам қайтыс болғанда және хабар-ошарсыз кеткен жағдайда болады екен. Енді балалар, сіздермен жағдаят шешіп көрейік. Мысалы, мен сіздерге жағдаят айтайын. 16 жасар Алмат құрылысқа жұмысқа тұрды. Кәсіпорын басшысы Алматты түнгі жұмысқа шығуға мәжбүр етті. Әрине, Алмат бас тартты. Кәсіпорын басшысының заңы дұрыс па, талабы дұрыс па? Осыған жауап беріп көрейік. Әрине, талабы дұрыс емес. Өйткені мен сіздерге айттым, түнгі жұмысқа 18-ге толған азаматтар ғана жіберіледі. Мінекей балалар, бүгін сіздермен, яғни еңбек шартын тоқтату, еңбек шартын өзгерту, еңбек шартын жасау тәртібі, қызметкердің, жұмыс берушінің міндеттері және құқықтары, еңбек ақы, жұмыс уақыты, сынақ мерзімі және еңбек шартының үлгісі туралы сіздер мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймын. Енді тақырып сіздерге түсінікті болса, бүгін үй жұмысын сіздерге берейін. Үй жұмысы кестеде берілгендей, яғни сұрақ қойылып тұр, екінші жағында жауап беріліп тұр. Осы сәйкестендіру кестесін жасаймыз. Сызықша арқылы дұрыс жауабын нақты толық табамыз. Үй тапсырмасы сіздерге түсінікті болса, сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.